Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге әдемі клеопарттардың суретін қалай тез оңай жасауға болатын жолын көрсетемін. Бірінші жолы мынау копилот предложениясын плеймаркеттен бастырып алсаңыз болады. Сөйтіп оған өзіңізге ұнаған суретті жазу арқылы өзіңізге ұнаған сурет жасауыңызға болады. Мен бүгін одан да оңай екінші жолын көрсететін боламын. Ол үшін CapCut приложениесіне кіресіз, новый проектті баспайсыз, текст в изображение дегенді таңдаймыз, мына жоғарыда көрсетілгенді. Мына ішіне кіреміз. Бұл жерде мен алдыңғы таңдаған суреттерім. Негізінде бұл жерде әртүрлі өзіңізге ұнаған суреттерді жазу арқылы әдемі суреттер жасай аласыз. Көбінесе орыс тілінде жазған дұрыс, себебі суреттерді әдемі етіп тауып береді. Қазақ тілінде жазсаңыз да болады. Дайын клеопарттарды қазір әртүрлі каналдарда сатып жатады. Бұл клеопарттардың суретті әсіресе мұғалімдерге көрнекілік барысында өте қажет. Өзіңізге таңдаған тақырыбыңызға сәйкес келетін суретті осы жерден жасасаңыз болады. Клеопарттардың қазір той бастарларға, немесе той шақыртуларға көптеген түрлерін жасатып, осындай сатып жатыр. Соны өзіңіз жасауыңызға болады. Мысалға, мен ақ атқа мінген баланың суретін сал деп жазып, создать етіп іздеп көрейін. Мінекей, маған өте керемет әдемі суреттерді салып берді. Осы берілген осы 4 суреттің ішінен біреуін таңдап алуымызға болады. Мысалға, мен мына суретті алып, осы суретті таңдап, сохранить етсек, өзіміздің галереямызға сақталатын болады. Немесе, мынау өзіміздің жазып іздеген суретімізді изменить деген ручканың көмегімен өзгертіп қайта жазсақ болады. Немесе басқа түрін тағы да қайта іздеуімізге болады. Қазір бізге іздеп жатыр. Мінекей, тағы да басқа түрін көрсетіп жатыр. Өте керемет суреттер шыққан сияқты меніңше. Осы суреттердің өзіңізге ұнаған түрін сақтап аласыз. Және өзіңіздің пәніңізге, сабағыңызға, немесе басқа да осындай керек суреттеріңізді осылай ала бересіз. Ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттар салатын боламын.